Шабанбай би кесенесі Қарағанды облысы Шет ауданынан оңтүстік-шығысқа қарай 10 шақырым жерде Нұра өзенінің жағасында орналасқан. Шабанбай Қалқаманұлы атақты би, шешен, Қараменде, Сеңкібай, Жидебай, Боранбай және Жанқұтты сияқты атақты би шешендердің замандасы. Ол қазіргі Шет, Ақтоғай аудандарының аумағында билік қызмет атқарған. Ел аузында сақталған әңгімелер бойынша Шабанбай би аса қарапайым, мейірімді адам болған, ақылға бай, ойы терең, алғыр да тапқыр әділ би атанған. Шабанбай би аз сөйлеп көп ұғындыратын адам болған. Ел аузында Шабанбай би айтыпты дейтін шешендік билік сөздер көп сақталған. Шабанбай би арқаға әйгілі шешен Ботанайдың Жанқұттысына Аллаға жағам десең азанды бол, адамға жағам десең қазанды бол деп бата берген. Қазіргі таңда Ақтоғай ауданына қарасты ауыл Шабанбай би есімімен аталады.